Ассалаумағалейкум, ардақты барлық түркілес, түркі тілдес бауырлас елдер. Еліміздің, қазақ елінің Қызылжар қаласынан жалынды сәлем. Мына қазір өзбек бауырлас мемлекетіміздегі Қарақалпақ бауырластарымызбен, өзбек бауырластарымыз шамалы кірбеңдіктермен сондай арада жік түсіп, үлкен түсініспестіктер болып жатыр екен. Оған келгесек, енді бізде түркілес ағайындарымыз, мен қазақ болғанмен де, өзбектер өзбек болғанмен де, қырғыздар қырғыз болғанмен де, түріктер түрік болғанмен де, біз бәріміздің тіліміз бір, дініміз бір, айналып келсек, ағайын бауыр туысқанбыз. Негізгі біз бір сақ ғұн, үйсін, осы үлкен бір империя, мемлекеттің біз ұрпағымызда, біз қазір мына Қарақалпақстанда шамалы шулар болып, өзбек ағайындар Қарақалпақ республикасын болдырмаймыз, автоном районын бермейміз деп шамалы заң шығармақ болғанына сондай ашу ызамен сондай толқулар болып жатыр екен. Бірақ бұл жақсылық әкелмейді. Өзбек ағайындардың Қарақалпақ ағайын бауырластарына сондай автоном район керек десе республика беруін мен сұранамын. Өйткені біз ол берсе де бермесе де біз жақын бір-бірімізге туысқан елімізді. Қазір басқа мына Америка, Қытай, басқа мына көршілес елдер бар. Оларға бөзек болмасы үшін біз қазір мына барлық түркілес елдер, Түркия, Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан, барлық осы түркі елдері бірігу керек. Соған мына Қарақалпақстандағы қазіргі шудың дұрыс жағынан шешіліп, Қарақалпақ бауырластарымызға автоном район берілуін сұранамын. Және де бізден тарихта да талай үлкен арандауға ұшырап, үлкен тарих сынынан өттік. Енді біздің бөлініп, бір-бірімізге пышақ болып, қырылуымыздың керек жоқ. Соған бір-бірімізге әрқашан бірлік туын ту етіп, түркілес елдер біргейік. Ағайындар әрқашан бір-бірімізге бауырмашылықпен қарайық. Өйткені айналып келгенде жаңағыда айттым, ағайынбыз, туысқанбыз. Соған мына Қарақалпақстандағы осындай шудың дұрыс жағынан шешіліп, автоном район керек десе республика Қарақалпақ ағайындарымызға беруін сұранамын.